шарлап бізді түрлі таманға, дос келтіріп кейде жақсы жаманға, жанға мәрхам берер әрбір адамға. Өлмес қосық пенен өтті балалы, уақыт шарлап бізді түрлі таманға, дос келтіріп кейде жақсы жаманға, жанға мәрхам берер әрбір адамға. Өлмес қосық пенен өтті балалы. Бара алмадым деп шынбай топары, айтқан қосығына кеулем жоғары, таза қосықлары шыққан сапары, ядлап алу менен өтті балалы. Бара алмадым деп шынбай топары, айтқан қосығына кеулем жоғары, таза қосықлары шыққан сапары, ядлап алу менен өтті балалы. Бүгін ажайып күн Шымбай елінде бүлбүл yoshli сайрар анар гүлінде. 20 жылда ұшырасуға класслас асығамыз бүгін Шымбай еліне. Әлбетте бұл қосық әр жылы 20 жылдық ұшырасу кешесінің басында айтылатын ажайып қосық. Ассаламу алейкум бізді тамашалаушы азиз достар. Бүгін сіздермен біздер және бір қуанышлы күннің куәсіміз. Яғни айтқанда, бұрынғы Касененко атындағы қазіргі Шымбай районы халық білімдендіру бөліміне қарасты 32-ші салы орта мектепті Сарас бұдан 20 жыл бұрын біткерген қарлығашлар. Әзіргі уақытта әрбірі бір кәсіптің маманы, бір шаңырақтың иесі болған міне жігіт қызлардың бүгін 20 жылдық ұшырасу кешесі. Қазір біз Шымбайымызға кіре берісіндегі бұрынғы тілмен айтқанда Шымбай жазу, қазіргі міне ажайып локация, яғни айтқанда міне Шымбай жазуының алдында тұрмыз. Шымбайдың алтын босағасының алдында тұрмыз. Қазір бұл жерге Қарақастан Республикасының барлық районларынан, Қазақстан Республикасынан бүгінгі со мектеп тәргайында оқып кеткен жігіт қызларымыздың міне ұшырасу бәндіргісі болып келісілген. Қазір санаулы минутлардан кейін осы жерде Шымбайға кіріп барамыз. Бәршеңізге 20 жылдық ұшырасу кешесі құтлы болсын. Бізді күзетіп барыңыз. Бәршеңізге байрамлар құтлы болсын. Әлбетте, қазір ана мектеп дәргайында ұстаз шәкірт ұшырасу кешесі бастанады. Керек емес аспан менен тірескен жайлар, жеңгел қора тандырсыз жасарман қалай. Орпан жолы тар көшелі Шымбай қалама, жетпес Париж, Токио, Вашингтонадан. Орпан жолы тар көшелі Шымбай қалама, жетпес Париж, Токио, Вашингтонадан. Ей, туған жерім Шымбайым, қызметіңе мен тайын, кіндік қаным төгілген ана жерім Шымбайым. Әр заманға бір заман күллер өтер арадан, сен де арман етерсең, сол күллерге жетерсең. Шетлерінде құм төселіп кегелім жатыр, балалығым олай су боп ағып баратыр. Терезеде неше қызлар сыртынан бағып, достар менен ойнап күліп жүрген Шымбайым. Терезеде неше қызлар сыртынан бағып, достар менен ойнап күліп жүрген Шымбайым. Ей, туған жерім Шымбайым, қызметіңе мен тайын, кіндік қаным төгілген ана жерім Шымбайым. Әр заманға бір заман күллер өтер арадан, сен де арман етерсең, сол күллерге жетерсең. Сен де арман етерсең, сол күллерге жетерсең. Әлбетте міне бүгінгі кеше қатынасушылары Шымбай жазуға әсте ғана міне жиналысып жатырыпты. Қазір міне көптен бері көрмеген достар бір-бірімен сағынышта көрісіп, сол мектеп дәуіріндегі уақиғаларды еске алып отыр. Қазір бүгінгі кеше қатынасушыларымыздан біз ұстаздарға, достарға деген тілектерін естиміз. Ассаламалейкум. Міне бүгін Шымбай районында номер 38 мектепте 87 жыл толған балалардың 20 жылдық ұшырасу кешесі болып жатыр.
Hammengiz бүгінгі байраммен құттықтаймын. Ілайым 30 жылдық, 40 жылдық адам hammengiz төрткөз көрсін, несіп ете берсін. Ұзақтан келген жораларымызды, достарымызды көріп атпыз, қуанып атпыз. Hammengiz сонда жайнап, жадырап жүре берсін. Ассалаумалейкум, класстастар, ұстазлар. Көптен күткеніне 20 жылдық байрамымыз келіп жетті. Құда қалесе осы байрамдарымыз hammengiz оң бола берсін. Байрамнан байрамға ойнап күліп, төрткөз түгел hamме жетісіп жүре бергейміз. Көптен бері көрмеген алыстан класстастарымыз келіп жатыр, достарымыз келіп жатыр. Hammengiz біреу-біреуімізді көріп, қуанып жатырмыз. Hammengiz семьясына бақыт, ауызбіршілік тілеймін. Басылары аман болсын. Бархама осындай жақсы күндерде, қуанышты күндерде ұшырасу несіп ете берсін hammengiz. Ассалаумалейкум. Бүгін мінекей 20 жылдық байрамымызға 20 жылдық кешемізге жиналып жатырмыз. Hammengiz оң болсын. Құдайымына келмеген достарымызды көріп, енді көбісін көп вақтан бері көрмедік. Енді Қазақстаннан неден келіп жатыр достарымыз. Не деймін, сол оң болсын. 20 жылдығымыз hammeге, ұстазларымызға да hammeге оң бола берсін 20 жылдық байрамдарымыз. Ассалаумалейкум, классластар. Мне бүгінгі 20 жылдық байрам hammeге құтлы болсын. Hammeның шаңырағына ауызбіршілік, мол несібе тілеймін. Бүгінгі байрамды hamме жақсы кеуіл кепиятта өткеру тілеп қаламан. Байрамды шүркінестіріп отырған жігіт қызларға да үлкен рахметлерімді айтып қаламан. Байрам кеуілдегідей болып өтуін тілеймін. Ассалаумалейкум, азиз достарым, класстастарым. Бүгінгі ұмытылмас күн кешесіне hammengiz оң болсын. Не қылдаймыз, міне hammengiz қазір хаяжандамыз. 20 жылдан бері көріспей отырған классластарымызды көріп, қаттыға бір қуанышымыз шексіз болып атырыпты. Не қылдаймыз, бұл ұмытылмас күн баршамызге оң болсын. Бұндан кейін де 20 жылдық, 40 жылдық юбилей тойларымызда да осындай көрісу бәрімізге несіп етсін. Осы жерде қазір келіп отырған классластарыма, достарыма осыны шүркеместіргені үшін hammengisіне minnetdarchilik bildiramiz. Hamda bayramlarga ulasa bersin. Hammangizning жұмысларыңызда зор тасқын табыстар тілейміз. Ассалаумалейкум, құрметті класстастар, жігітлер, қызлар. Міне бүгін үлкен тарихи күн, 20 жылдан кейін ұшырасып жатырмыз. Байрам зор өтсін. Сондай қылып шөлкеместіріп жатқан hamме жігіт қызларға рахмет. Бұнан кейін қатынасымыз мәңгі болсын. Рахмет hammeге. Ассалаумалейкум, классластар. Hammeге бүгінгі 20 жылдық оң болсын. Не 20 жыл демде көз ашып жұмғанша 20 жыл өтіп кеткен, бірақ hamме өзгеріп кеткен, қызлар, балалар. Осы 20 жылдықты шүркінестіріп отырған жігітлерге, қызларға, hammengisіне рахмет. Осы басыланып отырған байрамымыз оң болсын, жақсы көтеріңкі кепиятта өткеріп алғаймыз. Hammengizге осындай жақсы күндерде 40 жылдықтарда ұшыраса беру, осындай бүтін бас заман бауыр бүтін жетісіп жүре бергейміз 40 жылдық, 50 жылдықтарға да. Рахмет hammengizге. Міне біз күткен күндеріміз, сағыну менен өтті әрбір түнлеріміз. 20 жыл күтті міне қара көздеріміз. Елі өзгермепті сілердің сұлу жүзлеріңіз. Жігіттер, қызлар, міне бүгін 20 жылыңыз hammengizге оң болсын. Мінеке мектепте барып hammengiz бірінші класстан бастап білім алдық. Ұстаздарымызға рахмет. Осындай жақсы күндеріміз көп болсын. Баршаңызды шын жүрегімізден құттықтаймын. Деп шымбай топары, айтқан қосығына кеулім жұқары, таза қосықлары шыққан сапары, ядлап алу менен өтті балалы. Барамадым деп шымбай топары, айтқан қосығына кеулім жұқары, таза қосықлары шыққан сапары, ядлап алу менен өтті балалы. Жастамырса бегізге, мектепке қатнадық біз бірге. Достарын қоштасқысы келмей, 9-шыны біткерер кезде. Қошласу кешесін өткен, аттестат қолға алғанымызда. Ұстазларымыз да бізге қайран, ер жетіп алғанымызға. Ұстазларымыз да бізге қайран, ер жетіп
dostlarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Klaslaslarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Gözümdeki quvonch aslarım, kechiringlar bo'lsa egar ayir. Sonda da dostlarım, Жыламай қоштасайық. Сонда да достарым, Жыламай қоштасайық. Класстастарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Класстастарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Класстастарым, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Klasslaslarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Klasslaslarım, sağınışlarım, hoşlasqım kelmeydi mening dostlarım. Қолымнан ұстап, сызып үйреткен, қатемді оңлап, жазып үйреткен. Өмірге баслап Жолқанда жолыңыз болсын, құдайым жолдасыңыз болсын, бастарыңызды бағып кетпесін, аузыңыздан аз кетпесін, кеткеннің есесін бергенін беріп, үйдің үстін аманат беріп, нажылай мол болып, әммеңіздің шаңырағыңызды аманлық, өзіңізге беккен денсаулық. Міне өсіп жатқан қыздарыңыздың бәрін құдайым жұптарыңызбенен кеңінен көргейсін, барлығында жүзіңізді қуаныш болсын. Жақсы күндеріңіз көп болып, бақытты Өмірге баслап оқып үйреткен бірінші мұғалім Қолымнан ұстап, сызып үйреткен, қатемді оңлап, жазып үйреткен. Өмірге баслап, оқып үйреткен, бірінші мұғалім. Сәлем оқушылар. Шәкірттер
Bayramda sizlerдің жақсы күндеріңізді көріп, осындай болып жүре бергейміз. Ассалаумағалейкум, қызларым. Неге бүгін 20 жылда артқа тастап өздеріңіздің ахарыбын үйрен, үш күні біресе оң қолға, біресе сол қолға ұстаған күндеріңізді есілеп, ана мектебіңізге сәлем беруге келіп жатқан екенсіз, қадамдарыңыз құтты болсын. Хәмеше қашан, қай жерде кім болсаңыз, осы жерді ұмытпан. Себебі сіздердің осындай дәрежеге жетуіңізге себепші ұя. Не дейді? Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем дейді ғой. Неге 20 жылдығында келіп жатыр екенсіз сәлем беруге. Келген қадамдарыңыз құтты болсын, ұшырасу көшеңіз оң болсын, денлеріңіз сау болсын, әммен нәрсе денсаулықтың арқасында. Сол шаңырақтарыңызда амандық болсын, ұл қыздарыңыздың рахатын қостарларыңызбен тең көріп, ендігі ұшырасуларда да төртес көрсін несіп етсін. Yadımızdan ketmeydi hiç, tanepsizde şımırlaytan ko'ng'irov. Balalıqqa жетпес екен мына дәуір. Бастайды еш балалықтағы тәуірім туысқандай қатынасар екен. Білсеңіз, мектепте бірге ұрысып өскен балаларым. Сашула, өмір өтіп барады, тоқтамай зулап. Ұшыратсам сені мен жүрегім тулап, ал сенде сол көздер еле сол қарас. Еле өзгермепті миық тартқаның, жанымды аямай отқа жаққаның. Сырлы нәзерменен күлім қаққаның, еле сол андеше, еле сол қарас. Бір сырлы нәзерді күлім қаққаның, еле сол андеше, еле сол қарас. Еле сол андеше, еле сол андеше, еле сол андеше, еле сол қарас. Еле сол андеше, еле сол андеше, еле сол андеше, еле сол қарас. Шынбай елінде бүлбүл yoshli сайра анар күлінде 20 жылда ұшырасуға класслас асығамыз бүгін Шынбай еліне. Ассалаумағалейкум, hürmetli aziz nurani ustazlar, hürmetli kechga qatnashuvchilari, aziz aqallar, aqallar, qarindoshlar, inilar, turli kechga qatnashuvchilar. Buni har yil davomida o'sha ana mektep tarbiyalarida tradisiya, ya'ni aytganda dasturga aylangan ustoz shogird uchrashuv kechasi. Bugun o'sha ana maktablarga aylan, bundan 20 yil burun o'sha ana maktablarga qo'llarına attestатlarini olib, jo'xori o'quv o'rinlarına qanot qo'yib o'qib ketgan yigit qizlarning bugun asrlar kutgan 20 yillik uchrashuv kechasi. Bugungi bayram kechimizga xo'sh kelibsiz aziz nurani ustozlar, kechga qatnashuvchilar. Sen attınma ya atıldın mı? Asla zaten türümü özgürtür mü?
Albatta, mine hurmatli kecha qatnashuvchilari, xalqimizda so'z bor, bir harbiy uyretgan ustozga 40 yil salom ber deydi. Albatta, u nemasdek shar'iy jarlar. Aynan shu qanday tasdiq deb o'ylab qoldim. Albatta, bir harbiy uyretgan ustozga 40 yil salom ber deydi. Ustoz atanday ulu degan bizda danaliq so'zlar bor. Bugun mine o'tgan yili 86 жылға жігіттердің қолдарынан эстафетаны алып, ана мектеп дәргайында ұстаздарға өз уәдесін беріп, Құда қаласа ендігі жылы бізде 20 жылық береміз деп, бүгін сол күткен күн жетіп келді. Әлбетте айтар ауызда 20 жыл аңсақ, бірақ сол дәуірде 20 жыл давамында неше мәусімдер алмасты, неше дәреларда жақтарға сулар ағып өтті. Мәусімдер алмасып, неше міне қызықты уақиғалар болды. Бүгін міне сол дәуірді біткеріп кеткен жігіт қызлар қазіргі уақытта осы ана мектепте алған білімлерінің арқасында, ұстаздарының берген білім тәрбиелерінің арқасында қазіргі уақытта еліміздегі бір кәсіптің маманы, бақытлы шаңырақтың иесі. Бұл әлбетте алдымызда отырған нұрани ұстаздардың минетінің арқасында. Ұстаздарымызға бір қол шапалақ. Бүгінгі кешемізді ашып беру үшін мен Шынбай Райолы халық білімдендіру бөліміне қарасты бұрынғы Касененко атындағы қазіргі 32-ші салды орта мектеп директоры қазіргі Қазақбай ағамыз оқу помещение дейді, Ташкентте оқуда екен. Оқу істері бойынша директор орынбасары Мейірбек бүгінгі кешемізді ашып береді. Әлбетте қанқақ келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, байрам қатынасушылары, мінекей мектептерден 20 жыл өткен отқан сол байрам кешесі һәммеге оң болсын, ұстаздарымыз алдымызда аман болсын, сіздердің шаңырағыңызға бекем денсаулық, өздеріңізге бекем денсаулық, шаңырағыңызға амандық тілеймін. Һәммеңізге рахмет алам. Рахмет, әлбетте еді. Жас келсе іске дейді, әлбетте жас маманлар, осы тәжірибе ақтарып атқан. Әлбетте бұл да келе елге белгілі нысалардың бірі болып шығады деген үміттеміз. Бүгін міне ұстаздарымыз қанша ұл болмасақ та, құлықпасақ та, ұстаздар ақында жақсы сөздер айтсақ та, ұстаздың минеті жүдә болды. Бұл оқушының мектептегі екінші ата-анасы болып саналады. Шайыр Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан Әбдіқар Алпастан халық шайыры Ибраим Юсуфтың ажайып қосығы бар. Жас әулетлер келешекке баратқан, ұстазым деп сыйлап арқа сүйеген, бұл дүнияға білім нұрын таратқан, мен мұғалім деген қалды сүйеген. Міне бүгін Сарыраспыдан 30 жыл бұрын осы ана мектеп дәргайының алтын босағасында осы сіздерді кішкентай ғана бала қызлар болып, шаштарына ақ батик таққан қызлар, ақ көйлек, қара шалбарда міне қуаныштар менен осы мектеп босағасынан қадам аттаған кезде осы алтын босағадан мектепте күтіп алған бірінші ұстаз болды. Келіңіз, Айгүл апа. Айгүл апа қазір нұрани ұстаз, ол қыздың анасы, ақлық шаулықтың әжесі. Ұстазымызға қарап тұрсақ, жүзіндегі әрбір әжімінде сіздерге кеткен ашуы минетлері бар. Бір қол шапалақ қойып. Мынаңыз көп күліп отырып күйдірге ұсынып жүрген. Ұстаздар, ұлларым, қыздарым, міне бүгін мектеп дегеніңізге 20 жыл болып, 20 жылдық юбилей тойып беріп жатқан екенсіз. Құдайым оң болсын. Бақытты болың, шаңырағыңызда амандық болсын, өзіңізге бекем денсаулық болсын. Мына көшіп жатқан ұл-қыздарыңыздың бәріне Құдайым өздеріңіз шүбәріңізбен діннен көргенсіздер. Жүздеріңізде барлық уақытта қуаныш болсын, күлкі болсын, жақсы күндеріңіз көп болсын. Келесі уақыттарда да 30 жылда, 40 жылда, 50 жылда қанбеңізге несіп етіп жақсы күндерде амандықта жасқанша сау болың, бақытты болың. Әлбетте, біздің халықта сөз бар, өліні сыйламай,
Tırının ısırı boyuz olmaydı dedi. Şu жерде және бірінші мұғалімі мархум апамыз, Роза апамыздың бір шаңырақ ағзасынан келіндері келіп отырды. Хәмде Роза апамызға естелік ретінде шәкіртлеріне бір суреттер үлгіліп келіп. Келіңіз мархамат, бір өзінің алғысын айтсын, рахметін айтсын. Роза апамның суреті қайда? Алып келіңіз, мархамат. Yine bir altın adam edi. Yüzü asayı, işimiz yapmış olur. Şahin'in basında Kaleci, Zaydbek'in balası benim balam, babalarım, her ayıplarım var. Rahmet bayramlarda tek duratım, negizі қайтыс болғаннан кейін кеме алып мен күйеуге келді. Сіздердің құрметті оқушылары деді. Кеше келген уақытта олардың көзінше көз жасын көрсеткен, бірақ кеткеннен кейін хақиқаттан енем бізге жылады. Рахмет. Қазір енем бір басын көтеріске минеттар оқытымашы. Құдай өз бойын ел сыйлаған байқалады, махаттанам. Өмірде ешқашан сүрінбе. Енемнің қалған жасыларын сіздер біле берсін. Сүрбатынан перзенттерісін тақтың артемдерін көріп. Сіздер, мен енемнің сыйларын болған сіздерді Алла сыйласын. Бір алтын адам еді. Енді Аллаға да жасында Аллаға шекпеттер деп жатқан жоқ. Уақытымен жасы өзінің өмірінің қысқасы шығар. Еле де жасайды деген маған керек. Ақсақта айтқанда мен бұндай сақлады, бір ұлымның, келіншегі деп маған келін деген жоқ. Қасынан айтайын бір, сен менге келіп, мен де өзім ұстаз адамман, өзімнің енемнің кәсіп қылған адамман. Сен менге келіп, енемнен ұрыс көрген. Енемнің жатқан жер жайын болсын, разылға болсын. Сіздерге мың алғыс, енемнің атынан да бір миннетташылығымды білдіремін. Рахмет. Бауырларыңыз бүтін болсын, төрт көзімен қақашы сондай жақсы күндерді отырайын. Рахмет. Шәкірттеріне сізге сол Роза апамыздан естелік суреттері тақылысы. Сол апамыздан дейін бір басын көтеріп қойып отырғанша. Рахмет. Құрметті кеше қатынасушылары, бүгін бәрше толық тасы қуаныштарға бөлініп отырды. Енді жаңа ғана Айгүл апамыздан бір жасы тілек айтты. Мектептегі сол ең бірінші әріпті үйреткен ұстазлары. Енді сол дәуірлерде бірінші класстан кейін, 5-ші класс бастан кеткеннен кейін класс басшы сайланатын еді, аға, бұға бөлінеді. Енді класс-рук деп айтылатын еді. Класс-рук дейтін қазір класс басшы. Сол кездегі класс басшыларына Гүлжамал апамыз бен Гүлстан апамыз отырды. Келіңіз, класс басшылары. Бөліңіз, кетсіз-ақ келе беріңіз. Құрметті ұстазлар, ағалар, мектеп жәмәті, оқушылар, балаларымыздарым, бүгін 87 жыл толған балаларымыздардың мектеппенен 20 жылдан кейінгі ұшырасуына келіп жатқан екенсіз. Құдайым әлемдеріңіз құтылы қадер болсын, байрамдарыңыз құтылы болсын. Неге мына дұрайны апа-ағаларымыз алдымызда аман болсын, денсаулықтары бекер болсын, бала-шағалары аман болсын. Мына істеп жатқан мектептегі мұғалімдердің машақатты жұмыстарында табыс болсын.
мына балаларым қыздарым мінекей сонша уақыттан бері қайратқанып балалардың қыздарының басын жинап міне бүгін осы дәрежеге жетіп келген екенсіз құдай рахмет балаларым. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, бала шағаларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз бекем болсын, мына кәсіпкерліктен камал тауып өсіп жатқан ұл-қыздарыңыздың жақсылықтарын көру біздерге де несібетке қуаныштарыңыздың бір жағында шерік болып жүре бергенбіз. Ассалаумағалейкум. Ұстазлар, ұл-қызларым, алыстан, жақыннан жуырып жүріп жүректерін шақырып деп бүгін 20 жылдан кейінгі ұшырасу шөкірместіріп келіп жатқан екенсіз. Сол ұшырасу кешесі құтылы болсын. Хәмеше делеріңіз сау болсын, мәртебелеріңіз бәлент болсын. Шаңырақтарыңызды өсіріп жатырған ұл-қыздарыңыздың әрәхатын постарларыңызбен тең көріп, кейінгі ұшырасуларға орындарыңызды жойытпай, денсаулықпен, амандықпенен келу несіп етсін, дидар несіп етсін. Енді міне біз ұстаз кәсібінің қанша қиыншылық екенін қашан білдік. 2020 жылы карантин кіріп келген жылы білдік қой. Одан алтын мұғалімдер неғып атыр сабақ үйретпей дейтін. Һәмме бұлар қайта бұлар ұстаздарға рахмет. 25 балаға сабақ беріп, біз карантинде үйдегі 2 балаға сабақ беріп қалдық қой. Sonuçta muallim ustazlık, muallimlik kasbı juda bir maşaqqatli kasb. Bir жағынан maqtanışlı бағана ustazımın Aygül apamızdan aytdı. Her bir kasb iyesi, mesela temirçi özünün temir buyumlarıyla maqtansa, dehqon özünün ölümleriyle maqtansa, başqa palvon özünün şakirdi men maqtansa күресте ұстаз бұл мұғалімшілік бәрше кәсіптің атасы десек қателеспейміз. Себебі ең бірінші 7 жасқа толғаннан кейін бірінші бәрі білімнен басталады. Сондықтан бүгін сіздердің мен ұстаздардың мақтанышы, жемісі сіздердей шәкірттер. Бір қошамалар қойып. Бәрібір бұлар сонша перзенттерінен уақыт тауып сіздерге де тәрбие білім берген ұстаздарымызға рахмет. Ана, шаңырақта ана болса, мектепте әдеулі ұстаздар. Мен енді және де Нұрани ұстаз жасты көріміз, қазіргі уақытта үлкен әже болып отырған Мүслим апамыз отырды. Келіңіз, Мүслим апа. Мүслим апа нешеге келдіңіз? 75-ке. 75 бір анамызға бір қол шоқалап болсын. Бір анамыз 80-ге шығып юбилей той беріп атқан ғой. Кешкі сағат 6-да юбилей той кафеде беріп атса, үлкен баласы 50-ге шыққан баласы анасын құшақтап жылап кетеді дейді. Ішке баған ғой енді анамды 80-ге шығып атырды. Анасын келіп жылап, құшақлап, сүйіп кете береді екен. Әмі қой мұнаяққа тұр десе де, тойдың ақырына жегім солай жүрген. Той тарқап, әмме ағайынлер тарқап, білем ағайын туысқандар кемпірдің үйіне барып, той жақсы өтті дегеннен кейін біздерде бар ғой, бір өзіміз отырып шай ішіп алайық деген. Шай ішіп алайық десе, баяғы 80-ге шыққан кемпір бағана үлкен баласын іздеп отыр дейді ғой. Ай, бағана бөкен тайқайта деп. Бұрынғының кемпірлер үлкен баласының атын айта алмаған ғой, әзіргі жібере береді. Бөгентай қайда десе ағайлары, ой бөгентайын құрғай, зорға ұйқылаттық десе кемпір бишара сенбей үлкен баласының жайын қапысын ашып қараса бөгентай құрылдап ұйқыламады. Кемпір бишара ана ғой бәрі, айнан күнемен ұйқысы кеп жылап жүрген ұқсайды ғой. Арман Мүслим апамыздан жақсы естейік. Барлық ұстаздар, оқушыларым, сіздерді бүгінгі 20 жыл юбилей кешесімен құттықтаймын. Бүгін әмеміз бір көңіл келіп отырған екенсіз. Құдайым жұмыстарыңызда табыс болсын, деніңіз сау болсын, бала шағаңыздың алдында аман болын. Әмеміз Құдайым жылдан жылға осындай жақсы күндерде ұшырасып жүре бергейсіз. Аман болғайсыз Құдайым балаларым. Сыйлап жатырсыз, сыйлағандарыңызға рахмет. Біздер де тәуір жасқа келіп қаппыз. Білмейміз, көрмедік шақырғаныңызға жүдә қуанып қалдық. Ярдап атқандарыңызға рахмет. Аман болғайсыз. Енді баяғы біздердің кезімізде сода өрлерді пизбокс деп айтылатын еді. Денсаулық үшін жұғыратын еді.
Hamma денсаулық үшін тренировка істеп, енді көбісі енді мектеп бітіргеннен көбісі бала шаға үшін жүріп кетті. Тұрғанбай аға, дене тәрбие пәні мұғалімі. Біздер ең қорқатын мұғалім мен физкультура мұғалімі. Себебі тегіметін өтпепсіздер. Дұрыс, енді мұғалім бекарға жаман болсын деп ұрмайды, иә? Гүлстан апа, Айымгүл апа бәрі біледі. Сода өрлерде мұғалім ұрса, үйге айтуға қорқып отырады. Үйге келіп айтсақ, папамыз, әкеміз, шешеміз қате біздерді қосылып ұрады. Демек сен тәртіпсіз болғансың. Қазір біреуге бақырып тұр, бақырмайсың. Дұрыс бақыласаңдар. Ассалаумағалейкум, ұстаздар. Жиырмайлық кешесіне келіп танып оқушыларымыз. Сіздердің ұшырасу кешеңіз, юбилей кешеңіз оң болсын, байрамыңыз бәрін боласың. Денсаулық мықты болсын, амалы жақсы күндеріңіз көп болсын. Амалықты жақсы күндерді көрсін десең. Табыстар болсын. Құрметті енді мына жаңа айтып отырыпты, баяғыда біздер вообще сызбайтын ек дейді. Сол ықыласаға сабақ беріп, сызатын болдық дейді. Ықыласаға келді. Сызудан берген екен ғой. Минеттен әмір. Әке, минетке шоқ берген кейін болды. Ұстаздар, өкіммен ешкім ұстаздарымыз бәрі жақсы етілді, қауым болсын. Сол оң болсын және бәріміз. Сол қара жылықта да, 60 жылықта да әмі төртке сөйлесіп бәріне білейік. Енді бір 20 жыл құда қаласа енді бұл ұшырасу кешесінің басталуы. Біз бұл тарауда біз 19 жылдай болыпты біздердің жүргенімізге 2006 жылдан бастап мерекелерді бір үлкен салтанатты кешелерді басқарып жүргенімізге нешінші жыл еді? Класс мектеп Бақыт Абдуллаевтардың 50 жылдық ұшырасу кешесін бастады, алып бардық. Сол кезде Нұрани ұстаздардың тек үшеуі қалған екен. Сол кезде дейді, олар мұғалім деп атыр, сол кезде практикант болып кеткен бе білмейміз ғой енді. Сол құда қаласа сол күндерге сондай жасты көрлердің бір жолын берсін сіздерге де, 30, 40, 50 жылдықтарды беру сіздерге де несие берсін. Енді азиз ұстаздар, енді бұл заттың құда өзі болып тұрған жоқ, суретін кейін сатсын. Бұл заттың өзі Қашқадарияда келген жогилерде өп келе береді екен да. Бір мен кітап. Атабада сөз бар, бұламақтан май келтіреді дейді. Бүгін міне ұсып отырған жігітлер 20 жыл ұшырасу кешесі бастанатты құда қаласа береміз дегеннен бұдан енді бір 6 ай бұрын бастаған шығарсы ойласыз. Сол эстафетаны алып бастай жібердіңіз бе? 3 жыл болды, 3 жыл. 3 жыл болды? 3 жылда бердім. Сен көбірек бақырдың ба демен, тамақ кетіп қаптың. Көп сөйлеген сол. Әлбетте енді бұның арқасында үлкен не тұрыпты, ақша тұрыпты, бала шағаның тамағынан қиып, қаражет жинап берген сондай сауаларды батыпты. Енді мен жігітлер, шөкірместірген жігітлерден кім ол? Енді ұйымластырған жігітлер болады ғой. Жаңа бай және кім? Гүлстан. Кім ол? Гауғар. Тек атты гіденгесі болды жібере берсем бе? Кім? Мейіргүл. Мейіргүл. Махмұд. Кел. Енді сауғасы бар екен, бірінші мектеп сауғасын тапсырып жіберейік. Енді Мейірбек Ислам өзіңіз қабыл етіп аласыз. Түспейді ол. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар. Бүгінгі 20 жыл кешіне келген мынауға. Сіздерге мың рахмет. Осы дәрежеге жеткенін. Көне кәсібіне дейтін еді, сол жерде тәлім алып, әркім өз кәсібінің маманы осы жерде қышында жинап отырыпты. Біріншісілер өмірін тәзім етеміз, рахмет айтамыз. Алдымызда аман болу.
Құдағалесе отшылықтан, қажылықтан, сөз көзтуір, сөйттілер, көрісу, кәдімізге несібете берсін. Жігіттерге қыздарға рахмет, алыстан кейін достарыңыз бар, әмесіне рахмет. Және оң болсын. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі келіп отырған төрткөз туы бір ойлап өскен достарымызға 20 жылыңыз әменізге құтты бола берсін. Ұстаздарымызды сыйлап келгеніңіз сыйласыңыз байлы болсын. Бүгінгі келіп отырған нәшілер достарымызға да рахметіне айтамын. Қызметтеріңіз үшін әмеңізге де көп рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстазлар, класстастар. Баршаңызды бүгінгі 20 жылдық кешесінде ұшырасып, көрісіп жатқанына қуаныштымын. Ұстазларыма, жұмыстарыма табыс тілеймін. Шаңырақтарына ауызбіршілік, мол несібет тілеймін. Үст дәрежеге жеткізгеніңіз үшін мың мәрте рахмет айтамын. Һәм сіздердің арқаңызда сіздердің жолыңызды берсін әрдайым. Класстастарыма да жұмыстарына табыс тілеймін, шаңырағына бақ, ауызбіршілік тілеймін. Ешқашан шаршамастан 20 жылдықты жақсы настроение кеуекепетті өткеруіңізді тілеп қаламын. Келесіде 30 жыл, 40 жылдарда осындай төрткөз түгел күтіп алып өткеру несіп етсін. Ассалаумағалейкум, ұстазлар, класстас достарым. 20 жылдық байрамыңыз әмеңізге құтты болсын. Бархамға сондай жақсы күндерде, қуанышты күндерде ұшырасу несіп ете берсін. Ұстаздарымызға да алғыс айтамыз. Алыстан келіп отырған достарымызға да рахмет көп-көп. Бір-бірімізді көріп қуанып қалды. Әмен семьясында ауызбіршілік, бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін болатын. Алдымызда ұстаздарымыз аман болсын, мың жасасын. Енді міне тойға той ойнаменен дейді, құрметті ұстаздар. Бірінші мектеп сауғасын тапсырса. Келіңіз мархабат. Директор орынбасарлары, оқу істері бойынша, оқулық істері бойынша. Міне бұл мектеп сауғасы, азиз ұстаздар, нұрайын ұстаздар. Міне келешек сол жерде оқып жатқан балаларға таза фильтрленген сулар ішсін деп міне не қылып айтады мынаны айтты? Кулер. Har 20 жылдықта айтып ол ұмытып қала беремін. Кулер. Шулер болмаса бұл. Ал екеумізге екеу. Бұлай кетіп тапсамын ғой жол. Мектепте міне сумен алып келген ғой. Жаңа ғой сумен сен тәме дейсің. Сен тәме дейсің де қарап тұрасың суларына. Har әппе бір төртеуді әкеп тастасаң. Және бірінші рахмет сәксірлерге бұйырсын. Құда қаласа сулардан ішкен балалар білімді болсын. Бірінші ұстаздарға сауғалар. Айгүл апа, әбе Роза апамызға да сауғалар пайдаланып келіні қабыл етіп алсын. Қабыл етіп алыңыз. Әбе Айгүл апаға. Айгүл апа жақсы көріңізге қызмет етсін, келінді деген қызмет ете берсін сол ауқат пісіріп. Ұстаз 5-ден 9-ға шегенгі класс басшыларға сауғалар. Нұрайын ұстаздарымызға сауғалар. Музыка қойып тұрып түстейді. Музыка бар ма? Соны қойып бар. Графилер, сондай ма? Орамаллар. Her birine bir oramalda. Evet, klaslaştılar. Ama para verir mi şirket? Vermiyor, tavsiye ederim. Muslimi okuğa da muhallim
Olacağız oğlan bir grafik soru konulmaz. Gelmeyen muammerge de sağlar var. Hürmetli ustazlar, hürmetli nurani ustazlar. Az olsa da köp görüp, kakam olsa da söp görüp, kabul et olaslar. Bir endi eseri şu suretke tutup koysanız buladı. Gidip basınız endi. Gelsene